Кайырлы күн достар, сіздерге өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып пісетін пахлаваның рецептісін көрсететін боламын. Бізге бір кесе ұн керек. Ұнымыздың үстіне жұмсақ үй температурасындағы сары май керек. Екеуін жақсылап бірге араластырып аламыз. Мінекей достар, жұмыртқаның сарысын қосып жібереміз. Оның үстінен қаймағымызды және де разғытителімізді қосып, жақсылап жұмсақ қамыр дайындайтын боламыз. Достар, қамырымыз тынғанша біз ішіндегі начинкасын дайындайтын боламыз. Бізге осындай жаңғақ керек болады. Жаңғағымызды жақсылап блендерден өткізіп аламыз. Мінекей достар, жаңғағымызды блендерден өткізіп алдық. Оның үстінен 1 стакан қантымызды қосамыз және де жұмыртқаның ақ уызын қосып жібереміз. Сосын жақсылап араластырып аламыз. Мінекей біздің начинкамыз дайын болады. Достар, жаңағы 2 қамыр жасадық қой біз, 2 зуала. Енді сол 1 зуаласын алып жайып аламыз. Осылай өздеріңіздің қалаған формада жайып аласыздар. Мен 4 бұрыш етіп жайып алдым. Мінекей достар, қамырымызды осылай жақсылап жайып алған соң, оның үстінен начинкамызды қосамыз. Начинканы жөндеп жақсылап барлығына жайып шығамыз әдемілеп. И оның үстінен жаңағы екінші қамырды үстінен қойып шығатын боламыз.
Мінекей достар, керек емес жерін осылай кесіп аласыздар. Одан кейін оның үстінен жұмыртқаның сары уызын жақсылап жағып шығасыздар. Одан кейін кесіп бетіне жаңғақтарды қойып шығасыздар. Мінекей достар, біздің пахлавамыз пісіп дайын болды. 180 градус 40-30 минутта пісіп дайын болады. Осылай барлығын кесіп алып, тарелкаға қойып шығамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сіздерге осындай өте дәмді рецептерді бөлісетін боламын. Мінекей достар, өте әдемі, дәмді, жұп-жұмсақ болып пісіпті. Сіздер де дайындап көріңіздер.